Қиын бала. Таяуда ата-анам менің өмірге келгенімнен кейін өздерін ерекше мазалаған үрей мен уайымдары жайында ашық айтып берді. Мен өскенше әлбетте армандаған бала болмағанымды сездірмеді. Анам маған мүлде қарай алмаймын деп уайымдаған екен. Әкем де бақытым да болашағыма үлкен күмәнмен деп қараған. Өмірдегі қиындықтарды жеңе алмайтын адам болғанша өлгені дұрыс шығар деп ойлапты. Ата-анам түрлі мүмкіндіктерді қарастырған. Тіпті туыстарға беріп жіберуге де қарсы болмаған. Осындай жағдайда жүргенде оларға ата-әжем мені бағып беретінін айтқан. Бірақ түптің түбінде мұндай ойдан қайтып, мені өздері тәрбиелеп өсіреміз деп шешкен. Олар бойындағы қорқыныш сезімін жеңіп, қиындыққа көніп, кемтар баланы қолдарынан келгенше толыққанды адам етуге тырысқан. Ата-анам иманды жандар еді. Олар Құдай баламызды осылай жаратса, онда оның қандай да бір себебі бар деп санаған. Кейбір жарақат түрлері адам қимылдаса жылдам жазылады. Өмірдегі қиындықтар да сол сияқты. Айталық жұмысыңыздан айырылып қалдыңыз, немесе төленбеген қарызыңыз шаш-етектен, бірақ сіз қиындыққа налып, өміріңізді босқа құртып алмаңыз. Одан да еңсеңізді тіктеп, алға үмітпен қараңыз. Бәлкім сізді жаңа, қызығырақ және айлығы жақсы жұмыс күтіп тұрған болар. Жаңа адамдармен танысу бақыты бұйыратын шығар. Қаржылық қиындықтар сізді жігерлендіріп, ақша үнемдеп қаражат жинауды үйренерсіз. Сөйтіп бай адамға айланарсыз. Өмір біздің ырқымызға көнбейді. Қателіктердің көбі біздің кінәмізден емес. Сіз ештеңені тоқтата алмайсыз. Не қиындықтан жеңілесіз, не күресуді жалғастырасыз. Мынаны түсініңіз. Өмірде әр нәрсенің белгілі бір себебі бар. Құдай не берсе де қайырымен береді. Бала күнімде мен жер шарындағы барлық балалар секілді сүйкімді, тартымдымын деп ойладым. Өзгелерден ерекшеленіп тұрғанымды байқамадым және алда қандай қиындықтар күтіп тұрғанын білмедім. Бақытыма орай ең жақсы қасиетім осы еді. Адамға негізінде өзі көтере алмайтындай сынақ беріледі. Басыңызға түскен әр қиындықтың артында көптеген жеңілдік тұрғанын білемін. Маған сеніңіз. Сенімнің арқасында қиындық атаулыны жеңіп, жақсылыққа жетесіз. Құдай маған таңғаларлық табандылық берген. Қол-аяғым болмаса да, күшімнің бар екенін және денемді өзім басқара алатынымды аңғардым. Ебедейсіз едім, бірақ менің жасымдағы балалардың барлығы сондай тұғын. Ата-анам маған көп көңіл бөліп, менің жүріп тұруыма ыңғайлы тәсіл іздеді. Анам маған жәрдем бергісі келіп көрсетуге шығарда астыма жастық салатын. Бірақ мен өз дегенімен қайтпадым. Маңдайыммен қабырғаға сүйеніп, қыбырлап жатып өз бетімше жоғары тырмысып шығатынмын. Бұл әрине қиындау, бірақ басқа адамға мысал болғаннан әлдеқайда жақсы. Қандай қиын болса да, әрбір әрекетті өзім істеуге тырыстым. Балалық шағымда тек басымды пайдалана алатынмын. Бәлкім содан менің ақыл-ойым шапшаң жетілген шығар. Оның үстіне уақыт өте мойным бұқаның мойнындай мықты болды, ал маңдайым оқ өтпейтіндей қап-қатты еді. Ал ата-анам болса уайымдауын доғарған жоқ. Ол қалай тамақтанады, мектепке қалай оқиды, егер бізде бірдеңе болып қалса, оған кім қамқор болады, өз бетімен қалай өмір сүреді. Дені сау балалардың өзіне ата-ана болу оңай емес. Перзентханадан баланы шығарғанда жас ата-аналарға пайдаланушы нұсқаулығын қоса беру керек деген қалжың бар ғой. Дәрігер Споктың кітабының өзінде мен сияқты балаларға қалай қарау керектігі жайында еш нәрсе жазылмаған. Дені сау балаларға қарағанда менің жағдайым өзгеше ғой. Ал мен бәріне ерегескендей күннен күнге қайраттана өсе бердім. Сана біз үшін қайырлы һәм қайғылы. Ата-анам секілді сіз де болашақтан үрейленіп алаңдайтын шығарсыз. Бірақ көп жағдайда уайымыңыз анау айтқандай қорқынышты болмай шығады.
келешекке көз тастап жақсы жоспар құрудың ешқандай сөкеттігі жоқ. Бойдағы үрейіңіз көп жағдайда жақсылыққа жалғасуы мүмкін екенін де естен шығармаңыз. Өмір көбіне жақсы жаққа өзгереді. Балалық шағымның ең бір тамаша тосын сыйы сол жағымдағы аяққа ұқсас кішкене ғана мүшемді өз ырқыма көндіргенім. Оны заттарды жылжытуға, итеруге, қозғалуға және сүйенуге қолдана бастадым. Дәрігерлер мен ата-анам сол бір кішкентай мүшені одан да белсендірек қолдануға болатынын айтты. Себебі 12 кішкене башпайы бар еді. Оның 2 кішкене башпайы бар еді. Алайда туғаннан екеуі бірігіп өсіп келе жатты. Оны қалам ұстауға, парақташуға және басқа да іс-әрекетті орындауға пайдалануым үшін дәрігерлер ота жасап екеуінің арасын ажыратуды ұсынды. Сол кездерде ең жоғары сапалы медициналық қызмет көрсететін Мельбурн қаласында тұратынбыз. Мені аса мықты дәрігерлер қарады. Отаға дайындап жатқанда анам дәрігерлерге қызуымның тез жоғарылап кететінін айтты. Бұл қауіп деді. Дәрігерлер температурамды жіті қадағалауды тиістін. Мен сияқты қол-аяғы жоқ баланың қызуы қатты көтеріліп, соның салдарынан миына зақым келген жағдайда анам білетін. Ағзаның ерекшелігі біздің отбасымызда әрдайым әзілге айналатын. Ник жай ғана тоңса, үйректер үсіп қалады деп әзілдейтін анам. Бірақ әзіл өз алдына көп қимылдасам күн астында, ұзақ жүріп қалсам немесе жарықта көп отырсам, қызуым дереу көтеріліп кететін. Сол үшін үнемі өзімді қадағалап жүруіме тура келетін. Өтінемін, оның қызуын мұқият бақылаңыздаршы, деді анам хирургтарға. Анамның медбике екен дәрігерлер білсе де, оның өтінішіне аса мән бере қоймаған. Ота сәтті өтіп, дәрігерлер бірге біткен саусағымды ажыратып берді. Алайда олар анамның сөзін естерінен шығарып алған екен. Ота бөлмесінен терге малшынып шықтым. Дене қызуыма көңіл бөлмеген дәрігерлер миына көптен қауіпті жеу үшін денемді сулы матамен орап мұз басуға мәжбүр болған. Анам қатты ашуланды. Дәрігерлер Душканың славяндық қаһарының қандай болатынын сонда көріпті. Қызуым түскен соң жағдайы айтарлықтай жақсарды. Пайда болған қос башпай үлкен күмән тудырды. Дәрігерлер күткендей нәтиже бермеді. Алайда өзім бейімделе бастадым. Шынымен де аяқ-қолы жоқ адам 2 башпаймен не істей алады? Операцияны мен жаңа технологиялар мен электрондық мүгедектер арбасын, компьютер мен смартфондарды қолдануды үйретті. Сіздің қандай қиындықпен арпалысып жатқаныңызды білмеймін. Сізді терең түсінетіндей болып та көрінбей ақ қояйын. Бірақ мен дүние есігін ашқанда ата-анамның қандай күйде болғанын елестетіп көріңізші. Болашақ туралы олардың тура сол себепті сәттегі арманы қандай болып деп ойлайсыз? Әрине, бәрі тым бұлыңғыр, көмескі еді ғой. Сіз тап болған қара түнектің түбінен жылт еткен үміттің ұшқынын көрмей тұрған шығарсыз. Менің де ата-анам дәл сондай күйде болған. Оны жақсы білемін. Өз бетіммен өмір сүріп, қажет болса оларды бағып, еңбекте табысқа жетіп қана қоймай, өз тағдырына разы болған бақытты бейнемді елестетпек түгілі бұл олардың ұйықтаса түсіне кірмеді. Ата-анамның үрейін ұшырған уайым қайғысы тарқады. Әрине, мені өсіру оңай болған жоқ. Бірақ өмірімізде күлкі мен қуанышқа толы күндер де аз емес еді. Оны ата-анам жақсы біледі. Өткен күндерімді еске алғанда балалық шағым жақсы өтті дей алмаймын. Кез келген үйдің тұңғышы сияқты мен де інім мен қарындасымды қордай жорғалатып өз білгенімді үйреттім. Бәлкім дәл бүгін сіздің тағдырыңызға ең сәтсіз күндердің бірі жазылып тұрған шығар.
бұдан жақсы болып кетеріне күмәніңіз де бар шығар. Бірақ оған берілсеңіз, рухыңыз сынбаса да, бұл қиындық ертең сізге жолығатын қуаныштың, жақсылықтың жанында түкке тұрмайтынын түсінесіз. Арманыңызға сеніңіз. Қолыңыздан келетін бар мүмкіндікті пайдаланыңыз. Тұрмысыңызды өзгерте алатын күш сізде де бар. Арманыңыз қаншалықты асқақ болса, оған қарай соншалықты сеніммен самғаңыз. Менің өмірім енді жазыла бастаған роман. Сіздің өміріңіз де романыңызды бастауы. Оның алғашқы тарауы. Қазір жазыңыз. Кітабыңызды қызықты оқиғаларға, бақыт пен махаббатқа толтырыңыз. Маңдайыңызға жазылған тақтарды әдемі тарихқа айландырыңыз.